сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Алматы полиция кәсіпкер Рамиль Мухаряповтың қазақ тілі туралы айтқанын тексеріп жатыр. Бұл жөнінде 27 қазанда журналистердің сұрақтарына жауап берген бас прокурордың орынбасары Әсет Шыңдалиев мәлімдеді. Қазір білуімше Алматы полиция департаменті тексеріп жатыр. Арнайы сараптама да тағайындалған. Соның нәтижесінде баға беріледі, деді Әсет Шыңдалиев. Бұған дейін мәжілістің бір топ депутаты бас прокурор Берік Асыловқа мәлімдеме жолдап, Мухаряповтың сөзін тексеруге үндеген. Депутаттар бас прокурор алауыздық тудыру қылмыстық кодексінің 174 бабы бойынша тиісті шара қолдануы тиіс деп санайды. Бейсенбі күні Әсет Шыңдалиев депутаттардың бұл мәлімдемесі бас прокурорға жетпегенін айта алмады. Алматы полициясының баспасөз қызметі әзірге жауап бермеді. Шоко Family Holding негізін қалаушы қазақстандық кәсіпкер Рамиль Мухаряпов жуырда елге келген ресейліктер алдында сөйлеген сөзінде Қазақстанда орыс тілін біле тұра қазақ тілінде сөйлегендерді сынап, мұны ұлтшылдық пен мәдениетсіздіктің белгісі деп атаған. Кәсіпкер сөзі қоғамда қызу талқыланып, сынға ұшыраған. Елде компанияның қызметін пайдаланудан бас тарту науқаны да басталған. Кейбір қолданушылар компания сайттарының қазақша нұсқасының жоғына да назар аударған. Ізінше кәсіпкердің кешірім сұраған видеосы жарияланып, компания өкілдері жыл соңына дейін сервистерін қазақшаға аударуға уәде берген.